Ал саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын ең әуелі мен топқа бөлгім келіп отыр. Сіздерді синус, косинус, тангенс, котангенс атты топтарға бөлемін. Ол үшін бірінші орындарыңыздан тұрып, 1, 2, 3, 4 бұл екілер косинусқа, үшінші болып саналғандар тангенске, төртінші котангенске. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Алдыңғы сабақтарда біз арк синус, арк косинус, арк тангенс, арк котангенс ұғымдарымен таныс болдық. Енді соларды қайталау мақсатында сіздерге берілген үй жұмысын тексере кетейік. Осыны үй жұмысын тест арқылы тексеремін. Қазір сіздерге Фликерс бағдарламасы бойынша түсіндіріп, сол бойынша сіздерді тексеремін. Бірінші тест аламын сіздермен. Ол үшін мен Фликерс деген бағдарламаны қолданамын. Бұл жерде сіздерге екі вариант беріледі. Сол вариантқа сәйкес А болса А-ға байланысты, жоғарғы қаратып әріпті, В болса В-ға байланысты, әріпті жоғары қаратып сіздер көрсетіп отырасыңыздар. Мен телефон арқылы сіздердің жауаптарыңызды тексеріп шығамын. Жауаптарыңызды маған көрсетесіздер, мен телефонмен сканерлеп қарап шығатын боламын. Ал көрсетіп. Так, әсем сенікі шықпай жатыр. Бүгінгі біздің қарастырып отырған тақырыбымыз қарапайым тригонометриялық теңдеулер деп аталады. Енді сабағымыздың мақсаты қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шеше білу, дағдыларын қалыптастыру, қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шығару дағдысын қарастыру және олардың дербес түрлерін анықтауды үйрету. Есептер шығаруда формулаларды орындарына қойып білуге үйрету. Одан кейін міндеттері қарапайым тригонометриялық теңдеулер туралы түсінік беру, қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шешу тәсілдерін үйрету, деңгейлік тапсырмалар арқылы білімдерін бағалау болып табылады. Қарапайым тригонометриялық теңдеулер шешімінің жалпы түрін шешу үшін бірінші бізге мынадай кесте беріледі. Кітаптың ең бірінші бетінде сіздерге берілген. Тригонометриялық теңдеу дегеніміз белгісізі, яғни айнымалысы тригонометриялық функцияның аргументі түрінде берілген теңдеу бізде тригонометриялық теңдеу болып табылады. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз қарапайым тригонометриялық теңдеуді шешу. Ол теңдеулердің шешімінің жалпы түрі осы кесте бойынша жүзеге асырылады. Синус x тең а тиісті минус 1 мен 1 аралығында дейді. Егер синус x тең мәндер жиыны минус 1 мен 1 аралығында тең болған кезде, онда біз осы формуланы қолданамыз. Яғни x тең минус 1-дің n дәрежесі арк синус а плюс n тиісті z. Және соған сай үш дербес жағдайы қарастырылған, яғни а-ның мәні бізде минус 1, 0, 1-ге тең болған кезде. Синус x тең минус 1-ге болған кезде, оның түбірі x тең минус пи бөлінген 2 плюс n тиісті z-ге тең болады. Ал 0 болған кезде x тең пи n тиісті z-ге, сәйкесінше x тең 1-ге болған кезде пи бөлінген 2 плюс 2 n тиісті z-ге. Келесі косинус x тең а. Бұл жерде косинус x-тің мәнді жиыны минус 1 мен 1 аралығында болғандықтан, минус 1 мен 1-ді қоса алғанда, онда түбірі x тең плюс минус арк косинус а плюс 2 пи n тиісті z-ге болады. Тағы да үш жағдай қарастырылған, яғни косинус x тең минус 1-ге болған кезде, x тең пи плюс 2 пи n тиісті z-ге, 0 болған кезде пи бөлінген 2 плюс пи n тиісті z-ге, а тең 1 болған кезде x тең 2 пи n тиісті z-ге. Одан кейін тангенс тең болады а тиісті r дегеніміз
емес, бұл жердегі нақты сандар жиыны. Яғни нақты сандар жиыны деген а мәні мен шексіздіктен плюс шексіздікке дейінгі кез келген санды қабылдай алады. Бұл жағдайда бізде x тең, яғни түбірі тангенс а плюс b n тиісті z-ке болады. Тангенс x тең минус 1-ге тең болған кезде, онда x тең минус p бөлінген 4 плюс p n. Тангенс x тең минус 1 болған кезде, онда x тең минус p бөлінген 4 плюс p n тиісті z-ке болады. Тангенс x тең 0-ге болған кезде, онда x тең p n тиісті z-ке. Тангенс x 1-ге тең болған кезде, онда p бөлінген 4 плюс p n тиісті z. Котангенс x те тангенс x сияқты дәл солай, ол да а тиісті r, яғни а-ның мәні мен шексіздікке плюс шексіздікке дейін қабылдай алады бұл да. Және тағы да соған сай үш дербес жағдайын қарастырады. Бір ерекшелігі, бұл жерде тангенс минус 1-ге тең болған кезде, онда түбірі 3p бөлінген 4 плюс p n тиісті z-ке. 0-ге тең болған кезде p бөлінген 2 плюс p n тиісті z-ке. А тең 1-ге тең болған кезде, онда p бөлінген 4 плюс p n тиісті z-ке. Енді бізде мысалы егер косинус x тең болады, түбірасты 2 бөлінген 2 деп жазылса, онда біз мына формуланы қолданамыз. X тең плюс минус косинус а плюс 2 n тиісті z. Бұл жердегі сізге берілген мысалы түбірасты 2 бөлінген 2 мәнін а-ның орнына қоя отырып жазасыздар. Содан кейін косинус түбірасты 2 бөлінген 2-ның орнына сізге кестеде берілген оның радианы қанша болады? Мысалы p бөлінген 4. Сол мәнді косинус түбірасты 2 бөлінген 2-ның орнына p бөлінген 4 деп жаза отыра шығарасыңыз. Бұл теңдеу енді күрделірек. Тангенс 0,5x плюс 2 тең болады минус түбірасты 3 бөлінген 3. Бұл теңдеуді қалай шешеміз? Бұл кішкене күрделірек теңдеу. Ең әуелі жақшаның ішіндегі жазамыз. 0,5x плюс 2 тең болады. Қарапайым тригонометриялық теңдеудің формуласы бойынша тангенс а-ның мәнінің орнына бізде минус түбірасты 3 бөлінген 3 бар. Плюс n тиісті z-ке жазамыз. Одан кейін 0,5 тангенс минус түбірасты 3 бөлінген 3-дің орнына тангенс минус түбірасты 3 бөлінген 3 болған кезде, оның радианы бізде p бөлінген 6-ға тең. Енді мына жердегі минус алдына шығады бізде. Плюс n тиісті z-ке жазамыз. Ары 0,5x тең болады минус p бөлінген 6. Енді мына плюс 2-ні мұнда минус 2-ге қарама-қарсы таңбамен жазамын. Плюс n тиісті z. Енді ары қарай 0,5-ті 2-ден 1-ге жазуға болады. Минус p бөлінген 6 минус 2 плюс n тиісті z. Енді x-тің алдына 2-ден 1 деген коэффициентті теңдеудің сол жағына бөліп жіберуге болады. Сонда x тең болады минус 2 бөлінген 6 минус 4 плюс 2 n тиісті z-ке тең болады. Сонда 2 мен 6 қысқарады, p бөлінген 3 болады, минус p бөлінген 3 минус 4 плюс 2 n тиісті z болады. Топтық жұмыс бойынша қане кім жылдам, қай топ жылдам екен? Ал енді топтық жұмыс бойынша кім шығады? Айдана шыға қойшы. Сен
минус x'тің мәні бізде минус 1 бірден бірге формуласы тең болғандықтан осы формуланы қолданамыз. Және де біз аның орнына түбір асты 2-ден 2-ні қойдық. Және де осының астында бізде пи бөлінген 4-ті жауабын қойғандықтан осы формулаларды жалпы осы формулалар бойынша шығарамыз. Қарапайым тригонометриялық функциялардың формуласы бойынша косинустың осы формуласын алдым. Бізде есептің шарты бойынша косинус x тең түбір асты 3 бөлінген 2. Бұл жерде x тең плюс минус r косинус түбір асты 3 бөлінген 2 қосылған 2 пи-н. Бұл жердегі n бізге тиісті z-ге. X тең плюс минус, яғни бұл жерде r косинус түбір асты 3 бөлінген 2-ні мен радианға айналдырып пи бөлінген 6 деп қойдым. Қосылған 2 пи-н. Бұл жердегі n жатады z-ге. Ал енді бұл кішкене сергіту сәтінде тапсырма болсын. Сергіту ретінде бірге ойлаймыз стратегиясы. Бірінші мына жерден, мына кестеден математикалық қандай сөздер шығады. Яғни математикаға байланысты. Сосын жай теңдеу. Түзусіз апай бөлу сосын. Апай түзу жай бұрыштар, дұрыс айтасың. Енді мен түсіндім әдісінде оқулықтардағы есептерді шешу. Ең алдымен сіздерге 19-да бірінші есеп берілген, я? Кітаптарымызды ашайық. 19-да бірінші. Ай, Роза. Бұл дербес жағдайы, косинус x-тен 1 кесте бойынша дербес жағдайы. Я дұрыс отыра ғой. Мынау деген көп қалжа. Қанекей ең дұрыстығын тексерейік. Так, пи бөлінген 4 дейді дұрыс.
Ya, terus. Bunda azaytı ya. Terus. Şkini şubat ketkense. Осы шариктерге де тыныштық болмайды. Сондықтан тыныштық сақтай қояйық. Бұл да көсінің 8 теңгеге дербес жағдайы. Дұрыс айдана отыра отыру. Есепте 72x'тен түбірасы 3 бөлінген 2. Яғни бұл жерде біз формуланы қолданамыз, яғни 2x'ті алдынан шығарамыз. Минус 1-дің n дәрежесі арт синус түбірасы 3 бөлінген 2 қосылған pn n тиісті z-ге. Яғни 2x-тен минус 1-дің n дәрежесі, яғни мен бұл жерде арт синус түбірасы 3 бөлінген 2-дің радианы пи алтын жаздым. Яғни қосылған pn n тиісті z-ге. Одан кейін x тең минус 1-дің n дәрежесі пи бөлінген 12 қосылған пи n бөлінген 2 n тиісті z-ге. Ал енді біздің сабағымыздың соңы аяқталып қалды. Мен сіздерді бағалайтын боламын. Тапсырмалар бойынша ол үшін сіздерге бағалау бетшелері берілген еді. Сол арқылы смайликтермен бағалаймын. Қайсы бағалау бетшесі? Жасаватырмын ғой, да? Ал енді сабағымыз аяқталды. Рефлексия бойынша маған кері байланыс бересіңіздер. Ол үшін мен сіздерге осындай бетшелер бердім. Соған өздеріңіздің аттарыңызды жазып, бүгінгі сабақта қандай әсер алдыңыз, қандай көңіл-күйде болдыңыз, соны белгілеп кетесіңіз.
Керемет, барлығы өте жақсы көңіл күйде. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.